Балаңызға мына сөздерді айтудан сақ болыңыз. Жаман айтпай жақсы жоқ деген. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеген балаңыз өскенде бетіңізден алып сөзіңізді тыңдамаса, немесе әлжуаз, шешім қабылдай алмайтын, қорқақ болса, не істей аласыз? Салыңыз суға кетіп, күніңізді текке күрсінумен өткізбесіңізге кім кепіл? Бұл да басқа келген бір пәле ғой. Осы орайда 10 пәленің 9-ы тілден деген аталы сөзді талай рет естіген боларсыз. Бүгін осы тұрғыда әңгіме өрбітсек дейміз. Ой, біз баламызға не айтпай жүрміз? Кейде қатты ашумен жармес, миғыла, оңбаған деген сөздерді де айтып қалатынымыз жасырын емес. Алайда ата-ананың балаға айтқан әрбір сөзі дұға, тілек есебінде кетіп, қабыл болуы әбден мүмкін екенін білесіз бе? Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай дейді: өздеріңе де, балаларыңа да, мал-мүліктеріңе де лағнет шақырмаңдар. Әрі бұл Алладан сый тілейтін уақыт мезгілімен сәйкес келіп қалмасын. Өйткені Алла сендердің дұғаларыңды қабылдауы мүмкін. Иә, ата-ананың сөзі баланың болашағына әсер етуі мүмкін. Балаңызды қандай нәрсемен сипаттасаңыз, ол соған бейім болады. Өзіңіз суымай, топас, нақұрыс деп ұрсып алып, ертең ештеңе түсінбейтін адам алдыңызда тұрса, оған неге сондайсың деп ренжуге хақыңыз да жоқ. Себебі сіздің сөзіңіз өз-өзіңізді ұстауыңыз оның өміріне әсер етеді. Сондықтан сізге мамандардың сараптамасымен өткен, балаға айтуға болмайтын сөздердің тізімін жасадық. Олай болса, назар қойып тыңдаңыздар. Біріншіден, сенің қолыңнан түк келмейді, әкел, өзім жасаймын. Мамандардың айтуынша, бұл баланың бетін қайтарып, оны сәтсіздікке ұшыратады. Ол өзін ақылсыз және икемсіз сезінеді. Сонымен қатар, алдағы уақытта үлкендер тағы ұрсады деп, өзі біліп жаңа іс бастай алмайтын болады. Сол себепті оның жасаған әрбір ісі мейлі қате болса да, тіптен пайдалануға келмесе де, қолпаштап қолдап отыру керек. Өйткені сізге түкке тұрмайтын болып көрінген сол заттың артында балаңыздың қаншама еңбегі, ынта жігері жатыр. Ал еңбек бағалануы тиіс. Солай емес пе? Сондықтан, жарайсың балам, сенің қолыңнан бәрі келеді. Тек мына жерде келесі жолы былай жасасақ болады екен деп, жай ғана жол көрсетуіңіз керек. Екінші, ұста, тек тынышталшы. Кішкентай баланың қызықпайтын дүниесі жоқ. Ол дәл қазір сізге 25 машинасын немесе қуыршағын алып бер деп жылап тұруы мүмкін. Ал сіздің шешіміңіз қандай болмақ? Кей ата-ана берші, алып берші деген өткінші еркелікті көтере алмай, осы жыламасын, құлағым тыныш болса болды деп, оның қалауын тез орындайды. Әрине, оны сатып алып бергеннен сіздің қалтаңызға ауырлық түсе қоймас. Бірақ баланың санасында мен жыласам болды, қалауымды тез орындайды екен деген қате түсінік қалыптасады. Ал бәріне оңай қол жеткізіп үйренген бала үлкен өмірге қадам басқанда, қолы жетпей қалған сәттерде морт сынып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан сіз оның ойын басқа бір арнаға бұрып, әрекет етуіңіз керек. Әрине, ол оңайға соқпасы анық. Тіпті бір күн бойы баланың есінен шықпауы мүмкін. Бірақ сіз балаңыздың болашағы үшін шыдайсыз. Үшінші, тағы да мұндайыңды байқасам, таяқ жейсің. Қалыптасқан дағдыға сай барлығы осы құр қоқан лоққымен шектеледі. Не әкесі, не анасы бұл жазаны жүзеге асырмайды. Ал бала босқа қорқақ болып өседі.
Мұндай сөздер баланы ренжітіп, түсініспеушілікке алып келеді. Өз сәбиіңізді қорқытпаңыз. Бала белгілі жағдайда нені күту керек екенін анық білуі керек. Ал үлкендердің кенеттен кейуі еш нәтиже бермейді. Кей мамандар баланың өз деңгейінде шара қолданып тұрғанда дұрыс дейді. Бірақ бұл қол жұмсау деген сөз емес. Кейде балаңыздың өз қателігін түсініп білуіне қабақ түйіп қарағаныңыз да жеткілікті болуы мүмкін. Төртінші, мен саған дереу доғар дедім. Баламен бұлай дөрекі сөйлесуге болмайды. Бұл сіздің балаңыз ғой. Егер байқамай ашуыңызды көрсетсеңіз, кешірім сұрай салыңыз. Бала өзін еш құқықсыз сезініп ренжиді. Сондықтан доғарудың орнына қарсы шығып, кішкентайлары жылап, ал үлкендері өз-өздерімен кетіп тұйықталып қалады. Қысқасы, қалай болғанда да бұл сөз сіздің қалауыңызға жеткізбейді. Сондықтан адам ешқашан өзінің ақылдылығына, көп білетініне, немесе менің жасым үлкен ғой деп тәжірибесіне сеніп қалмауы керек. Кейде сіздің ойыңызға келмеген тың идеяны ол оп-оңай ойлап табуы мүмкін. Жоғарыдағы сөздің орнына, балам, сен бұл туралы не ойлайсың деп, оның да ойын біліңіз. Ақылы орынды болса, еш ойланбастан іске асырыңыз. Ал өз ойыңызбен сәйкес келмей жатса, сөзін бөлмей, сабыр сақтап, соңына дейін тыңдау керек. Бесінші, сен мынаны түсінуге тиіссің. Бала бұндай ақыл айтуды түсінбейді. Сондықтан сізді мүлдем тыңдамайды. Ойын басқаға ауыстырады. Сол сәтте бала беймаза, ашулы немесе ренжулі болса, сіздің сөздеріңіз түк те қабылданбайды. Оның да адам екенін, өз ойы, белгілі бір мәселесі бар екенін ұмытпаңыз. Сондықтан сол сәтте сіздің ең дұрыс деген ақылыңызды да түсіне алмайды. Алтыншы, балалар, қыздар бұлай жасамайды. Мұндайды жиі қайталайтын ата-аналар балаларына белгілі бір стереотип қалыптастыру әбден мүмкін. Кейін есейген өмірінде ересек жігіт өз іс-әрекетін өзіне лайықсыз деп ойлайды. Ал қыздар болса, ерлерге арналған кәсіппен айналысамын, немесе ұқыпсызбын деп, бір нәрсеге көңілі толмай, үнемі өзін кінәлі сезініп жүреді. Сондықтан бұл ақылды жалпылама түрде емес, өз балаңыздың бойындағы қасиеттерімен байланыстыра отырып айтыңыз. Балам, сенің бойыңда батылдық қасиеті бар. Сондықтан сенің мына ісің өзіңе сай келмей жүрген секілді. Одан гөрі мына салада өз бағыңды сынап көрсең қайтеді. Мен сенімен біргемін, әрдайым қолдаймын. Жетінші, бекерге уайым қайғыға салынба. Мүмкін балаңыз үшін бұл бекер нәрсе емес шығар. Өзіңіздің балалық шағыңызды есіңізге түсіріңіз. Балаңыз машинасыз қалғаны үшін, немесе шаршылардан жасалған үйшігі бұзылғаны үшін ашуланып ренжуі мүмкін. Оның кішкентай әлемінде дәл осы машина мен үйшік ең маңызды нәрсе болар. Баланың мәселелеріне селқостығыңызды көрсете отырып, сіз оның өзіңізге деген сенімін жоғалтып аласыз. Және болашақта өз балаңыздың күрделі мәселелері туралы білмей қалуыңыз да әбден мүмкін. Бұндай жағдайда балаңыздың деңгейімен ойланып, ол уайымда отырған мәселелерге сіз де селсоқ қарамайтыныңызды көрсетіп, шешу жолын бірге іздестіріп көргеніңіз абзал. Мысалы, машинаның дөңгелегі сынып қалса, жаңасын сатып алып беремін деп емес, оны қалпына қалай келтіру керектігін ойлануыңыз керек. Сегізінші, менің денсаулығымды ойлашы.
Аналар балаларына бұл сөзді жиі айтады. Бірақ айтылай берген сөздің қадірі кетіп, шынында жағдайыңыз нашарласа, бала сіздің сөзіңізді әдетінше қабылдамайды. Ол анасының бұл сөзін оның тентек болмау үшін айтып отыр деп ойлайды. 9. Жоқ, біз мұны сатып алмаймыз. Ақша жоқ, немесе қымбат. Балаға бәрін сатып алуға болмайтынын түсіндіру қиын. Сіздің мұндай сөзіңізден кейін балада егер ата-анамда ақша болса, дүкенді толық сатып алуға болады екен деген мағына шығады. Бала бұл сөзді дәл солай түсінеді. Одан да бұндай ойыншық сенде бар, немесе көп тәтті жеген зиянды деген дұрысырақ шығар. Иә, түсіндіру әрқашан қиын, бірақ бала ата-анасының неліктен бұл затты алып бермей тұрғанын түсінуі қажет. 10. Жұрттың баласы. Біздің бір әдетіміз бар ғой. Баламыз тілімізді алмай, көңілімізді қалдырса, анау өзің секілді Сәлиманың баласын қарашы. Қандай ақылды. Анау Еркіннің ұлын қарашы. Жазуы маржандай, деп өзге балалармен салыстыра кетеміз. Жұрттың баласы шынымен де ақылды шығар. Бірақ ол біздің баламыз емес қой. Біздің баламыз алдымызда отыр. Және ең жаманы не екенін білесіз бе? Мұндай сөздерді естіген балаңыз дәл қазір өзін ең жаман, ең ақылсыз балаға балап отыр. Бала санасында мен жаманмын, ата-анам маған разы емес, мен төменмін, мен нашармын, мен ондай бола алмаймын деген ойлар қалыптасып үлгерді. Жігері таусылды, талабы махалды. Ол өсіп емес, іштен өшіп отыр. Ал құрметті ата-аналар, күнделікті өмірде балаңызбен қарым-қатынаста осы аталған 10 сөзді қолдансаңыз, демек бүгіннен бастап бұл сөздерді өз сөздік қорыңыздан мүлдем алып тастаңыз. Себебі бала бұл болашағымыз. Бала біздің өміріміз. Жақсы перзент ата-анасын 100 жасатар демекші. Әрбіріміздің өсіріп отырған перзентіміз ақылды, ибалы, салиқалы, иманды, инабатты балалардан болсын деп тілек айтамын. Әңгіме ұнаса лайк басып, арнама жазылып алыңыз. Құрметті оқырман, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.